Баянбай қалған батырлар 2. Баянбай Қожина 1923 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. 1943 жылы ерлігі әлемге әйгілі Мәншүк Мәметованың соғыста қаза тапқандығы туралы хабарды естігенде кек қайтару үшін өз еркімен майданға сұранған. Белоруссия, Польша, Литва, Германия жерлерін азат ету ұрыстарына қатысқан. Қанды шайқастардың бірінде тосқауылда тұрған 9 немісті жер жастандырған. Ер адамға бергісіз ерліктері үшін Қызыл Жұлдыз 1-ші, 2-ші дәрежелі даңқ ордендермен марапатталған. 1945 жылы 27 сәуірде Гиденбург қаласының түбінде ұлы жеңіске небәрі 12 күн қалғанда қаза тапқан. Баянбай Қожина бас аяғы 24 фашистің көзін жойған. Кеңес одағының батыр атағына ұсынылып, бұл атақты алмаған. Төлеуғали Әбдібеков 1916 жылы Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында дүниеге келген. 1942 жылдың мамырында Калининград майданына аттанады. 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының мергені. Әкесі жастайынан аңшылыққа баулып, мергендікке үйреткен. Ұлы Отан соғысының ең үздік снайперлерінің бірі болуы содан. Биікке қарсы шайқастардың бірінде атамыз 25 фашистке жалғыз өзі қарсы тұратын жағдайға тап болады. Соңына дейін берілмей 25 фашистің 23-ін өлтіріп, өзі де өлмей аман шыққан екен. Төлеуғали Әбдібеков бас аяғы 397 фашистің көзін жойған. 1944 жылы 23 ақпанда неміс снайперінің оғы атамыздың дәл мойнына тиген екен. Бірақ өлім шауып жараланса да кегін қайтарып, жауын өлтіріп барып қаза табады. Кеңес одақ батыр атағына 3 мәрте ұсынылып, ағасы Кемелбайдың халық жауы болғанына бола, бұл атақты алмаған. Ибраим Сүлейменов 1911 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданында дүниеге келген. Әскери атағы старшина, 100-ші атқыштар бригадасының снайпер бақылаушысы. 1941 жылы соғыс бастала салысымен Қызыл армия қатарына шақырылып, мергендікке баулынған. Калинин майданындағы алғашқы шайқасында 79 фашисті, Великие Луки қаласы үшін болған шайқаста 60 фашисті жер жастандырған. 1943 жылдың күзінде Невель қаласы үшін болған кескілескен шайқаста 102 фашист өлтіріп, өзі де асқан ерлік көрсетіп қаза тапқан. Ибраим Сүлейменов бас аяғы 341 фашистің көзін жойған. Соншама фашист өлтірсе де Ленин орденінің ғана марапатталған. 1943 жылы Кеңес одағының батыр атағына ұсынылғанмен, бұл атақ берілмеген. Қасым Ахметов 1917 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Автоматшылар взводының командирі 1939 жылы әскер қатарына шақырылып, 85-ші атқыштар дивизиясының құрамында Фин соғысына қатысқан. Қызмет мерзімі аяқталуға аз қалғанда Ұлы Отан соғысы басталып кетіп, әскерден қайтып үлгермеген. 1943 жылы Хатетова темір жол станциясының маңындағы кескілескен ұрыста жау артиллериясы мен пулеметінен қарша бораған оқтың астында Ахметов отан үшін, Сталин үшін де бұрандатып бірінші болып шабуылға көтеріліп, барлық ротаға рух беріп бірінші болып темір жолға жеткен. Майданда көрсеткен ерліктері үшін 1-ші дәрежелі отан соғысы Қызыл ту ордендерімен марапатталған. 1945 жылы 16 сәуірде ұлы жеңіске бар болғаны 23 күн қалғанда Одердегі шайқаста қаза тапты.